Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар? Менің есімім Рыскүл, мен Алматы қаласынан боламын. Сіздерге қазір Livegood компаниясы туралы қазақша мәлімет бергім келіп отыр. Livegood компаниясы қазіргі таңда желілі маркетинг саласында үлкен төңкеріс жасайтын компания болып табылады. Бұл американдық компания, бір ай болды Қазақстанға келгеніне, өзі Америкада ашылғанына тоже 1,5 айдан асты. Ең алғашқы старт 13 декабрь 2022 жылы басталған болатын. Қазақстанға қаңтардан бастап кіріп жұмыс жасап жатыр. Бұл компания несімен ерекшеленіп, несімен төңкеріс жасап отыр? Қараңыздаршы. Компаниядағы органикалық қоспалар өнімдер өте арзан заводтық бағада. Егер сіздер білетін болсаңыздар, кейбіреулеріңіз бәлкім білмейсіздер, компаниядағы өнімнің қымбат болу себебі, ол компаниядағы, міне қараңыздар, $150-200 дейін бір ғана банка өнім қымбаттап кетеді, а біздің компанияда сондай өнімдер небәрі 8, 9, $10 шамасында тұр. Бұл не себепті десеңіздер, компаниядағы өнімдердің қымбатталуы өнімнің заводтық бағасының үстіне компания маркетинг қосылады. Ол маркетингті не үшін бұл жерге қосады? Компанияға келген адамдар ақша тауып бонус табу үшін сол бонусты осы маркетингті продуктының үстіне қосып, өнімнің үстіне қымбаттап сату арқылы мына келіп отырған серіктестерге бонус төлейді. Барлық сетевой компания 100% дәл осы жолмен жұмыс істеп келе жатыр осы күнге дейін. Ал енді біздің основателіміз Наудер Кезен, осы компанияның негізін қалаушы Бен Клинский екеуі барлық әлемге статистика жасай отырып, мынаған көз жеткізген. Қазір оны салыстырмалы түрде мен айтамын сіздерге. Қазір қараңыздар, біздің компаниядағы өнім D3 калий екеуі қосылған кезде 3900 теңге тұрады. Бұл заводтық баға. Ал енді мен интернеттен ала салдым, дәл сол сияқты D3 даже сетевой компанияда сатылмайды. Бұл интернет-магазинде сатылып тұрған D3 3400 рубль, яғни 20298 теңгені құрайды екен. Бұның үстінде қанша процент қосылып тұрған өздеріңіз есептей беріңіздер. Осылардың бәрін, осы тенденциялардың бәрін ескере келе біздің негізін қалаушы Бен Клинский мен Наудер Кезен Livegood деген компанияны әкеліп отыр осы нарыққа. Міне негізін қалаушылар, мен бұл кісілерді өте қатты жақсы көремін. Алдыңғы компанияда осы кісілермен 10 жылдай бірге жұмыс жасағанбыз, өте сенімді адамдар. Және Райан Гудкин, Лиза Гудкин деген бұл өнімдер бойынша жауап беретін адамдар. Енді бұл компанияның негізгі айырмашылықтарына жақсылап тұрып құлақ асыңыздар. Бірінші, бизнес бастауға мүмкіншілік небәрі $50. Басқа ешқандай пакет жоқ. $50 мен бастайсыз, тек қана $50. Яғни 24.000 теңгемен үлкен ақша табуға болады. Ал шақыру бонусы 50% құрайды. Яғни $50 адам жасаңыз, $25 уже сіздікі деген сөз. Және бизнеске тартудың бірегей маркетингтік жүйесі. Яғни бұл барлық сетевой компанияға ұқсамайды. Өте күшті ерекшелік бар бұл жерде. Қазір оны соңына таман айтамын. Және желіге маркетинг, осы компания осы желіге 80-82%-ға дейін ақша төлеп отыр. Және компанияға сіз тіркелген сәттен бастап Powerline жүйесі деген бар. Сол Powerline жүйесі бойынша сіздің астыңызға компаниядан да перелифтер түседі. Сізден жоғары тұратын демеушілерден де перелифт түседі. Сол перелифтерден сіз пассив алатын мүмкіндік бар ғой. Тіпті өзіңіз адам шақырмасаңыздар да. Оның барлығын мен қазір сәл кешірек айтамын. Енді компанияға тіркелу $50. $50 ол не жатады оның ішіне? $40 сіз компанияға мүше боласыз. Не үшін мүше боласыз? Компаниядағы өнімдерді өте арзан бағада алу үшін мүше боласыз. Және сіз маркетингтен табыс табу үшін ай сайын абонементтік төлем $10. Ол 5000 теңгені құрайды. Бар жоғы осы 24.000 теңге. Осымен сіз компанияға мүше болдыңыз. Одан кейін бірінші бонус сізде рефералдық бонус дейміз. Рефералдық бонус, яғни 50% құрайды. Ол деген сөз не? Сіз деген бірінші линияңызға 10 адам тіркедіңіз дейік $50. Яғни сізге соның тең жарымы $25 келесі аптада сізге түседі. Міне дәл осылай күшті болып $250, яғни 100.000-нан астам ақша табасыз бір аптаның ішінде. Енді екінші бонус бұл структурный бонус. Структурный бонус деген сөз, яғни сіздің адамдарыңыз адам шақыра бастаған кезде түседі. Бұл 10 линияға дейін беріледі. Статусқа қарап, статус жасайда тіпті оп-оңай. 2 адам жассаңыз болды, бронза болдыңыз. Бронза болсаңыз, сіз уже екінші линиядан ақша таба бастайсыз. Серебро болсаңыз 4 линиядан табасыз. Золото болсаңыз 6 линиядан.
платина болсаңыз 8 линиядан, 1 лент болсаңыз 10 линияға дейін структурный бонус табасыз. Ол деген сөз қандай? Мысалы, сіз серебро статусын жауып отырсыз. Серебро статусы деген командаңызда небәрі 20 адам. 20 адаммен серебро болдыңыз. Яғни сіз бірінші линиядағы өзіңіз шақырған адамдардан $25 алып отырсыз. Және олардың шақырған адамдарынан $5, $2,5 міне осындай ақшаларды келесі аптада табасыз. Енді ранокқа келетін болсақ, ранокта оп-оңай жасалынады. Міне серебро болу үшін командаңызға 20 адам, соның 3-і бронза болу керек. А бронза деген 2 адам шақырған адам бронза. Ал золото болу үшін командаңызда небәрі 100 адам. Оның 3-і серебро болса болды. А золото деген, ары қарай кете береді. Платина, бриллиант дәл сол сияқты жасалынады, оп-оңай жасалынады. Қазір бір айдың ішінде бірнеше золото, бірнеше платина шығып тұр уже компаниядан. Енді ең керемет бонус, барлығын қызықтырып отырған мына глобальный бонус. Әлем бойынша төленетін бонус. Бұл қайдан шығатын бонус? Яғни компанияға сіз ай сайын абонементтік төлем $10 төлеген кезде, соның 2,5%, яғни 25 центі сізге есептеледі. Сіздің астыңызда сізден кейін келіп тұрған структураңыздағы 12 линияға дейінгі адамға есептеледі. Яғни сіз ешқандай адам шақырмаған болсаңыз, бірақ сізге компаниядан, демеушілерден перелив түсіп жатқан болса, сол переливке түскен адамдардың санына байланысты 12 линияға дейін, яғни максимальны $2047 дейін төлейді. Тіпті сіз адам шақырмасаңыз да. Яғни бұл ертеме кеш па сіздің астыңызға перелив түсетіні бұл факты. Яғни ертеме кеш па сіздің астыңыздағы 12 линияның толатыны бұл факты. Яғни ертеме кеш па сіз $2000 алатыныңыз бұл факты. Ал егер сіз 2 адам шақырсаңыз, онда ол $2000 бонус уже $4000-ға көбейеді. Яғни сіз $4000-ға дейін ақша табыласыз деген сөз. Бұл қалай, бұл глобальный бонус туралы айтатын болсақ, мына әлемдік Америкада Powerline деген жүйе бар. Сол Powerline жүйесі бойынша мына жерде қазір көрсете кетейін. Сіз ссылкаға өтіп, сілтемеге өтіп, аты жөніңізді жазып, пошта жазған сәттен бастап, компанияға сіз очередке тұрдыңыз. Сізден кейінгі дәл солай тіркелген адамның бәрі осылай очередке тұрады. Сол очередтің ішінде каждый четверг күні кім ақшасын төледі $50 солар жоғарыға көтеріле береді. Сөйтіп, ақша төлегеннің бәрі жоғарыға көтеріле береді. Бұлар осы очередке тұрады да, сіздің астыңызға келіп, осы очередте тұрған адамдар бұлай сіздің астыңызды толтыра бастайды. Яғни бір айдың ішінде сіздің астыңызда қанша адам толып үлгерді, 100 адам ба, 1000 адам ба, 2000 адам ба, 5000 адам ба, соған байланысты әрқайсынан 25 центтен төлеген кезде максималды түрде $2047 дейін ақша табу мүмкіндігі бар. Ойлаңыздаршы, қандай керемет. Енді бұдан кейін, бұл бонус қалай төленеді? Бұл бонустың барлығы жаңағы ай сайынға төлем абонементтік $10 төленеді. Содан кейін, мысалы, ай сайын $10-дан 12 айда $120 төлемей, мен бір айда сразу $100 төлей салам десеңіз, $20 экономдайсыз. Ол сәтте де сіз бірақ 12 ай бойы аласыз ол ақшаны. Бонус ретінде 12 ай бойы аласыз. Енді бұлай түсіндіре кетейін. Сіз өзіңіз ақпанда тіркелдіңіз, және сізде ақпанда сіздің астыңызға 1000 адам тіркелді дейік структураңызға $50-дан. Яғни наурызда сол 1000 адам $10-дан активность жасайтын болатын болса, біздің тілмен активность дейік, абонементский взнос демей. Яғни сол кезде сіз мамырда сол 1000 адамнан 25 центтен $250 аласыз. Ал егер сізге ақпанда сіздің астыңызға 25 000 адам тіркелетін болса, $50-дан, так как сіз олардың ешқайсысын өзіңіз шақырмаған болсаңыз, сіз бірақ сол 25 000 адам барлығы $10-дан активность жасаса, сіз мамыр айында сол 25 000 адамның тек қана 8190 адамынан 25 цент, яғни $2047 аласыз. Дәл сол сияқты, егер сіз бірақ 2 адам шақырып үлгерсеңіз, яғни сіз 8190 адамнан емес, жаңағы 25 000 адамның 16 000 адамнан 25 центтен, яғни $4000 дейін ақша таба алады екенсіз. Енді чека. Чектен чек алу дейміз. Бұл айына бір рет жүреді. Глобальный бонуста айына бір рет төленеді. Яғни сіз шақырған 2 адам жаңағы әрқайсысы қанша $1 алса да, $100 алса да, $1000 алса да, жоқ $2047 алса да, сіз оны ровно 50% чек аласыз. Және сіздің өзіңіздің статусыңызға байланысты ол 4 уровеньге дейін ашылады. То есть
5 уровеньге дейін ашылады. Яғни 5